Красный бархат пирожныйын жасаймыз. Ол үшін 200 грамм құмшекерге 3 жұмыртқамыз салып, жақсылап миксерлейміз. Еріп тұрған 200 грамм сары майымызды қосып, тағы да миксерлейміз. Бөлек ыдысымызға 280 грамм айранға 2 қасық краскамызды қосып, жақсылап миксерлейміз. 450 грамм ұн, 20 грамм разрыхлитель. Жақсылап миксерлейміз. Мешок пен насатка керек болады. Міне осындай дайындап алып, енді қамырымызды саламыз. Сапасы жоғары пергаментная бумага қолданыңыздар. Мен Пеклан фирмасын қолданамын. Осылай пирожныйларымызды құйып шығамыз. 170 градуста 5-6 минут піседі. Енді кремін дайындаймыз. 350 грамм творожный сырға 120 грамм құмшекерімізді қосып миксерлеп аламыз. Сосын 250 грамм сливки құямыз. Сливки творожный сырдың барлығы холодильникте 5-6 сағат тұру керек. Осындай гүл сияқты насаткаларды алып аламыз да, осылай пирожныйлардың ортасына жасап шығамыз. Үстілерін осылай гүл қып сәндеуге болады. Бетіне сахарная пудра сеуіп, посыпка немесе ягодалар себуге болады.